Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрылатыны туралы мемлекет басшысы ұлықтау рәсімінде айтқан болатын. Оның құрамына кіретіндердің тізімі де азаматтық қоғам өкілдерімен кеңесе отырып бекітіледі деді президент сол кезде. Бұл жалпы кеңес миссиясына сай. Елде болып жатқан әлеуметтік экономикалық процестер, оған қатысты қабылданатын саяси шешімдер ендігі жерде көппен ақылдасып отырып қабылданады. Сенім кеңесі қалай жұмыс істейді? Оның саяси салмағы қандай болмақ? Сарапшылардан сұрап білдік. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің құрылуы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасының іске асқан бір бағыты. Бұл әлемдік тәжірибе. Өзге мемлекеттерде қоғамдық кеңестер тұрмыстық мәселелерге ғана қатысы бар мәжіліс құрса, қазақстандық институттың ауқымы кең болады дейді сарапшылар. Ол мәселелерді тек қана талқылап қана қоймай, ол мәселелердің шешімін ұсыну. Яғни ол мәселелерді қалай қоғамға да тиімді және мемлекеттік мүддеге де, ұлттық мүддеге де қайшы келмейтіндей шешу жолдарын ұсынумен ұсыныстар беру ұлттық кеңестің негізгі міндеті ретінде қарастырылған. Кеңес құрамына кіргендер елге етене таныс, көргені көп, айтары бар азаматтар. Бұған дейін де пікір көшбасшылары ретінде билік пен халықтың арасын жалғап жүрген белсенділерге кеңестің құрылуы заң түрде құзырет беріп отыр. Кеңеске кірген мүшелердің барлығы бұл қоғамдық пікірдің жетекшілері, лидерлері. Бұл кісілерге көп жағдайда халық тыңдайды, халық бұл кісілердің пікірлеріне құлақ асады. Бұл кісілердің пікірлері өтімді. Сол себептен жаңағыдай сонымен қатар бір ескеру керек, бұл жерде әртүрлі тәжірибе болғандықтан бұл азаматтар аймақтарда көп жүреді, азаматтармен, халықпен жиі араласады. Сол кезде сол халықпен жиі араласудың негізінде мүмкін жаңағыдай ұлттық кеңестегі жұмысының барысында Қазақстандағы, яғни елдегі, аймақтағы өзекті мәселелерді жаңағыдай президентке жеткізу, президентпен талқылау, яғни оған қатысты бір шешімдерді қабылдауға көмектеседі. Халықтан хабарды басшылыққа жеткізіп қана қарап отырмай, қабылданған саяси шешімдерді көпшілікке түсіндіру. Бұл да кеңес мүшелерінің міндеті. Бұл тұлғалар қоғам мен биліктің арасындағы қарым-қатынасты, кері байланысты жақсарту керек, қоғамның талаптарын, қоғамның мұқтаж мәселелерін билікке жеткізіп, және биліктің қабылдап жатырған шешімдерін, оларды да қоғамға дұрыс талқылау, дұрыс соны түсіндіру. Ол тағы да бір осы міндеті ұлттық кеңестің. Ұлттық кеңестің ел ішіндегі беделі мен саяси салмағына келер болсақ, қоғамдық институтқа мемлекет басшысының төрағалық етуі оның мәртебесіне меңзейді дейді мамандар. Бір сөзбен, халық пен билік бір тұтас ағзаға айналады. Ерболат Қайыржан, қорытынды жаңалықтар.